Ардақты ағайын, қасиетті Құрбан айт мерекесі баршамызға қабыл болсын. Биылғы 2011 жылғы мектеп бітіруші түлектер адал тапқан табыстарын Алла жолында қайырлы іс жасауға, жұмсауға шешім шығарған екен. Аллах Тағала ниеттеріңізді қабыл етсін. Бүгінгі мына мектеп бітіргенімізге 10 жыл болды деп біріккен түлектер көпке үлкен бір үлгі көрсетіп отыр деп мен өзім ойлаймын. Өзара жинаған қаражаттарын 2,5 миллион теңге қаражатты ең мұқтаж деген 5 отбасыға 500 мың теңгеден бөліп берейін деп отыр. Енді бұл осы мектеп бітіріп отырған түлектердің өзара жинаған қаражаттарын сол мұқтаждар қандай да бір қажеттіліктерін өтесін деген мақсатта өздерінің көмектерін ұсынып отыр. Алла Тағала қасиетті Құран-ы Кәрімнің Заррият сүресінде «Аузу биллахи минаш шайтанир ражим» олардың малдарында, қайыршының да және сұрауға намысы жібермеген жарлының да ақысы бар деген. Яғни біздер күнделікті табыс табамыз. Олан тапқан табыстың несібесін бала-шағамызға жұмсаймыз. Бірақ қоғамда, айналамызда қандай да бір мұқтаж адамдар болатын болса, оларға да тапқан табысымыздан үлесімізді Алла жолында беруге ниеттеріміз керек екен. Егер Аллах Тағала жолында бір мұсылман екінші бір мұсылманның мұқтаждығын өтейтін болса, Алла Тағала сол мұқтаждығын өтеген мұсылманның Алла Тағала қияметтің күні сол адамның қажеттілігін өтейтін болады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан. Алла Тағала баршамызға разы болсын, ниеттеріңізді қабыл етсін. Алла Тағала баршамызды дүние және ақиретте бақытты етсін. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин. Барша мұсылман қауымын келген қасиетті Құрбан айт мейрамымен құттықтаймыз. Және жиналу себебіміз мектеп бітіруімізге 10 жыл толуына байланысты сыныптастарымызбен қайырымды іс жасаймыз деген шешімге келдік. Осы шаруаға атсалысқан өзге елдерде болса да, өзге қалаларда тұратын сыныптастарымыз барлығы жиналып, бір ауыздан жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, қолдағандарына үлкен алғыс білдіреміз. Аман болайық, жақсылық жасап жарысайық.